әдеби тілінің негізін қалаушы, қазақты әлемге танытқан Абай Құнанбайұлының 180 жылдық мерейтойына орай Абайдың әдеби мұрасын насихаттау челленджін Шығыс Қазақстан облыстық соттарының ұжымы Абай облыстық сотынан қабылдай отырып жалғастыруды міндет деп санадық. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсам арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалан. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға, әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Бастап екеу соңғысыз біте қалса қазаққа, алдың жалын артыңыз, барар едің қай жаққа. Пайданы көрсең басырып, мақтанды іздеп қайғалма, мініңді ұрлап жасырып, майданға түспей бәйгалма. Ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға, ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға. Абай тек өткеннің үні емес, болашақтың да шамшылары. Осы челлендж Павлодар облысының отставкадағы судьяларына жолданады. Абай Құнанбайұлының 180 жылдық мерейтойына арналған 3 буынның үндестігі. Абай сөзі әр буынға ортақ өнеге. Басты мақсат Абайдың әдеби мұрасын арқау ете отырып, құқық саласындағы ұрпақтар сабақтастығын насихаттау.